Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біздермен бірге осындай мақ қосылған тәтті бәліш жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Өзіңізді және жақындарыңызды дәмді тәттілермен қуантыңыз. Бірінші сүтімізге дрожжымызды саламыз, араластырамыз. Сүт сәл жылы болу керек, қатты ыстық емес, қатты салқын болмау қажет. Үстіне қантымызды саламыз. Қанттың үстіндегі ұзыр омардікі, күлкім келеді ғой көр. Және бір дана жұмыртқамызды саламыз. Бір дана жұмыртқамызды салдық, енді екінші дана жұмыртқамызды салдық. Араластырамыз. Ұнымызды алдын ала ұн илегішіне өткізіп қойғанмын. Енді осында массамызды құйып, қамырымызды илейміз. Бірінші вилкамен, одан кейін қолымызбен қамырды илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бетін пищевой пленкамен жауып алып қоямыз. Қамырымыз кішкене көтерілгеннен кейін бөлшектерге бөліп пісіп бастаймыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлшегін дөңгелектетіп алып қоямыз. Әзірге пакетпен бетін жауып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бірінші макты ыдысымызға салып аламыз. Үстіне қайнап тұрған кипятокты құйып, бір тазартып аламыз. Мінекей қайнаған су құйып қойдық. Жақсылап тазарып, жұмсару үшін макты осылай қойып қоямыз. 5 минут 10 минуттай. Одан кейін қайнаған суды бөліп, макты бөліп сүзіп алатын боламыз. Әзірге алып қоямыз. 3 бөлік қамырымды алып қойдым. 4-ші бөлігін жайып жатырмын. Қамырымызды жаямыз. Бір қамырымызды жайып алдық, оны осылай салып қоямыз. Қазір арасына салмасын салатын боламыз, соған дейін екінші қамырды жая берем. Мактан қайнаған су тапсадық, үстіне қант салдым, енді бір араластырамын да салмамызды сала бастаймыз. Бірінші қамырымызға саламыз. Үстіне қамырымызды саламыз. Шеттерін қосамыз. Дәл осылай қайтадан салмамызды салып, қайтадан қамырымызды саламыз. Тек беткі қамырымызға ғана салмасын салмаймыз. Дәл ортасына бір стакан или бір нәрсе қоямыз. Енді кесеміз. Бірінші 4 жерінен кесеміз. Сосын тағы да кесеміз. Тағы да кесеміз. Төртке, одан кейін 2-ге кесеміз, одан кейін тағы 2-ге кесеміз. Енді кескен 2 бөлігімізді аламыз. Бүйтіп бір айландырамыз. Өстіп қосамыз. Бір айландыр жүреміз. Баймен қош гүл жасасақ та болады. Өз қалаңызша. Қарасаңыздар, мен пирогым екі жақ екі түрлі. Мына жағында былайынан жарты тестен 2 рет айландырғам. Қараңыздар, мені 2 рет айландырса осылай шығады. Мына жақта бір реттен просто былай айландырылған. Қазір енді жұмыртқа жағамыз. Қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің осындай тәтті бәлішіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Қазір біреуін алып көреміз. Неке қараңыздар. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.